2-де 120-шы есепке мысал келтіріп жатырмын. Бұл жерде b квадрат теңдеу, b квадрат теңдеудің сәл күрделенген түрі жақша беріпті, иә, x-ның орнына біз үнемі x деп x-ның 4 дәрежесі тапқанды үйренгенбіз, оны тығып ала салатын едік, иә, x-ның квадратын. Енді біз жақшаны a қылып аламыз. Демек, жақша a болса, a-ның қандай дәрежесі болады? A-ның 4 дәрежесі азайтылған 5a-ның квадраты қосылған 6. Тағы да бұл жерде тағы айнымалы енгізуімізге тура келеді. Себебі біз айнымалы енгізгенде бір рет енгізсек, қазір не болып қалды? Қайтадан b квадрат теңдеу болып қалды. Осы жерде енді a квадратты тығып алайықшы. Сол кезде не болады? Т квадрат, иә? Т квадрат минус 5t плюс 6. Өзімізге таныс квадрат үшмешеге келді, иә? Квадрат үшмешеге келді. Ветпен, немесе дискриминантпен, немесе жағдаймен шығарылды. Бізге ең тиімдісі қайсысы? Вет па? Ветпен орындап көрейік. Екеуінің қосындысы қаншаны беру керек? 5-ті беру керек, иә? Минус 5 кімдікі? Минус кімдікі? Формулант, иә? Екеуінің көбейтіндісі нені беру керек? 6-ны беру керек. Ол қандай сандар? 2 мен 3 дейді. 2 мен 3-ті қосамын, минус 5-ті береді екен. 2 мен 3-ті көбейтемін, 6-ны береді екен, иә? Яғни x бірім қаншаға тең? X бірім деп жерде t бірі балым керек еді. T бірім қаншаға тең? 2-ге тең, t екім 3-ге тең, иә? T екім 3-ге тең. Енді t 2 жауап шығады. Қандай қандай? Тең, дұрыс айтады, плюс минус. Түбірден шыға ма 2? Шықпай. Бұл менің жағдайымда шықпай жатыр да, ал сендердің жағдайларында шығуы мүмкін. Несін ұмытып кеттім? Плюс минус. Енді біз қазір мына жердегіні t-ны таптық, иә? T-ны тапып қойдық. Енді осыны да шыққанды қазір қайқа тапып қоямыз? Мұнда тапып қояды екенбіз. X минус 1 тең плюс минус түбірасты 2. Дұрыс па? Тағы да екінші жауап бар. X минус 1 тең плюс минус түбірасты 3. Екеуін бөлек шешіп көрейік. X тең, мынаға қосылу өтеді, плюс минус түбірасты 2 қосылған 1. Дұрыс па? Екінші жағдайынан плюс минус 3 қосылған 1. Менде иррационал саны шығып қалды, бірақ сендерде кәдімгі нақты сан шығуы мүмкін. Түсінікті ғой, есептің алгоритмі қандай екен? 2 рет айнымалы ендіре отырып, өзіміздің квадрат үшмешелерімізді шеше отырып, нәтижесін алдық, иә? Кетіп қол шығарамыз. Аяу, бірінші есебін шығарып жатыр, 120-ның аяуын. Иә, менің мысалыма қарап отыр. b квадрат теңдеуден негізі қанша жауап шығады? b квадрат теңдеуден 4 жауап шығады, дұрыс, молодцы. Ал әлі соңына жеткен жоқсың аяулым? Плюс минус? 2 шығады, иә? Иә. 4-ден кім шығамыз? Осы плюс минус 2-ні апар, 2x минус 1 тең